Темір адам ағзасында үлкен рөл атқарады. Ол гемоглобин шығаруға және басқа кей гормондарды өндіруге көмектеседі. Күніне әйелдерге 18 мг, ал ер адамдарға 8 мг темір қолдану керек. Ендеше құрамы темірге бай 10 пайдалы тағамды ұсынамын. Картоп. Сұрыбына байланысты бір картопта 1,2 мг-нан 3 мг-ға дейін темір болады. Максималды түрде пайда алу үшін картопты қуырмай, суға немесе буға пісірген жөн. Зәйтүн. 10 зәйтүнде шамамен 1,5 мг темір болады. Оны салатқа қосуға болады. Бадам жаңғағы. 100 грамм бадамда 3 мг темір және 200 грамм ақуыз бар. Алайда оның калориясы да жоғары. Аш жапырақ, шпинат. 100 грамм қыздырып өңделген аш жапырақта шамамен 5 мг темір бар. Оның калориясы аз және пайдасы мол. Брокколи. 100 грамм брокколиде 4 мг темір бар. Сонымен қатар, оны кез келген тағамға, сорпа, салат, екінші тағам қосуға болады. Асқабақ дәнегі. 100 грамм тазартылған асқабақ дәнегінде 1,5 мг темір болады. Үрме бұршақ. 100 грамм үрме бұршақта 2 мг темір бар. Кептірілген өрік. 100 грамм кептірілген өрікте 2,5 мг темір бар. Сонымен қатар, ол басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Ащы шоколад. 100 грамм ащы какао құрамы 60%-дан жоғары. Шоколадта 11,5 мг темір бар. Кешью жаңғағы. 100 грамм кешью жаңғағында шамамен 10 мг темір бар. Ол жүрекке де өте пайдалы.